сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Көптен бері видео түсірмедім. Енді мынау осы уақытқа дейін жаңағы көп адамдар неше түрлі проблемалармен жазып жатыр да, Pinduoduo жайында. Карта жайында жаңағы қалай отвязка жасаймыз. Басқа карта екінші картаны тіркесем тіркелмейді дейді да көпшілігі. Сосын жаңағы аккаунтты қалай удалить етсек бола ма? Яғни сондай көп проблемалар да. Енді сол мен өзім қолданып көрген, яғни өзім істеп көрген әдістерді сіздермен бөліскелі отырмын. Сол картаны қалай отвязка жасауға болады, и аккаунт қалай аннулировать етіп тастауға болады, яғни өшіріп тастауға болады. Сол жайында айтамын да. Сол істеу барысында қандай да бір проблемалар болады, яғни сондай сұрақтар туындаса соның бәрін ашып айтуға тырысамын. Енді сіздер өздеріңіз білетін болсаңыздар, бұл әдістен басқа әдістерді комментарий ашық болады видеода, сол жерге жаза кетіңіздер. Басқа адамдар да біліп алсын, соны қалай қолдану керек екенін үйреніп алсын. Ал енді қараңыздар, мынау Pinduoduoға кіргеннен кейін мына жерде смайликтің суреті бар ғой, осыны басамыз. Басқан кезде мына жерде картаны, яғни тіркелген карталардың тізімдері тұрады да, осы жерде. Мына осыны басамыз. Мына басқан кезде мына осындай бет ашылады. Сосын мына жерде басамыз. Мынаны көрдіңіздер ғой. Мына осыны басамыз. Міне менде екі карта тіркеліп тұр, көрдіңіздер ме? Қазір мен екеуінде отвязка жасаймын. Отвязка жасап, сосын осы Pinduoduo нөмірмен ашылған Pinduoduoны аннулировать етсем, яғни өшіріп тастаймын Pinduoduo сайтынан. Так, бірінші отвязка жасаймыз картаны. Мысалы үшін мына біреуін басайық. Мына картаның үстінен басқан кезде осындай болып ашылады. Мына жерде лимиттер тұрады. Бір апталық лимит и бір покупка жасаған кездегі лимиттер. Мына жерде 10 000 юань деп тұр. Міне осы жерден білсеңіздер болады, қанша екен. Сіздер өздеріңіз неңізге кіріп, осы картаға кіріп, осы жерден қанша лимитте тұрған білсеңіздер болады. Енді мен осы бетте не ашылады, соның барлығын өзім білгенімді сіздермен бөлісіп өтіп өтемін. Сосын енді бізге қазір картаны отвязка жасау керек. Яғни мына картаны да алып тастау керек осы Pinduoduo сайтынан. Сосын осы картаны кейбіреулер ойлайды, Pinduoduoдан ашқаннан кейін кез келген әкесінің картасын енгізеді кейбіреулер баласының картасын, ағасының картасын, күйеуінің картасын, әйелінің картасын енгізіп қояды дағы. Жаңағы картада бір срок өтіп қалған кезде не болмаса, жаңағы туысқандар мен картамды ана жақтан алып таста, өзің картаңды қолдан деген кезде мына жерден отвязка жасайды өздері. Бірақ отвязка жасағанның өзінде ол карта уже бұл аккаунтқа басқа картаны енгізе алмайсыз. Яғни мысалы мына менің атыма тіркелген карта ғой. Осы картаны отвязка жасасам, мен әйелімнің картасын осыған тіркей алмаймын қайтадан. Тіркейтін болса, мен осы картаны дәл осы картаны қайтадан тіркеуім мүмкін, бірақ басқа картаны тіркей алмайсыз. Соны біліп алыңыздар. Көпшілік жаңағы күйеуінің картасын енгізіп қояды да, и өзінің картасын енгізейін десе, ошибка шығады. Ол енгізілмейді. Сіз өзіңіздің картаңызды енгізетін болсаңыз, лучше сол басқа нөмірмен басқа Pinduoduo ашып, сол картаңызды енгізгеніңіз дұрыс болады. Түсінікті деп ойлаймын. Енді ары қарай қараңыздар. Енді мынаны басамыз. Мына басқан кезде осындай жазу шығады. Мынау отвязка деген жазып, осыны басамыз. Қазір көрейік. Мына жерден шықты, иә? Мына жерде енді пароль жайында ақпараттар. Бізге мына кнопка керек, прозрачный ішінде тұрған. Осыны басамыз. Отвязка деген сөз. Мына жерде міне бізден сұрап тұр. Жалғастыру деп тұр. Мына жерде жалғастыру деп тұр. Мына жерде болдырмау деп тұр. Бізге мынау керек. Жалғастыру, отвязканы жалғастыру деген сөз. Осыны басамыз. Мына жерде төлем паролін сұрайды. Сіз картаңыздың төлем паролін ұмытып қалып, басқа карта енгізіп, жаңағы төлем жасаймын деп ойласаңыз, олай жасай алмайсыз. Бірінші картаны отвязка жасау үшін төлем паролін сұрайды. Яғни төлем паролін ұмытып қалсаңыз, оны қалпына келтіре алмайсыз. Телефон нөмірін ашылған болса. Ал енді WeChatпен ашылған болса, онда төлем паролін қалпына келтіруге болады. Оны қалай жасаймын десеңіздер, мына жерде тұр ғой. Осыны басасыздар. Мына жерде картаңыз сұрайды. Толық картаның аты жөнін жазасыз, бәрін жазасыз. Сөйтіп ары қарай қалпына келтірсеңіз болады. Ал енді телефон нөмірмен ашылған болса, ол қалпына келтіре алмайсыз. Парольді ұмытып қалған болсаңыз. Лучше басқа телефон нөмірмен сол картаны қайтадан тіркегеніңіз дұрыс болады. Төлем паролін қайтадан енгізіп, сол төлем парольді басқа жерге жазып қойыңыз. Есіңізде сақтап, естен шықпайтындай жерге. Ұмытып қалмайтындай. Енді мына жерде төлем паролін жазамыз. Төлем паролін жаздық, міне болды. Енді уже отвязка болды карта. Көрдіңіздер ме? Жойылып кетті мына жерден. Жоқ болып кетті. Енді мына картаны отвязка жасаймын. Мен бұл аккаунтты толықтай өшіріп тастағым келіп тұр Pinduoduo сайтынан. Бұл аккаунтты қолданбаймын. Вообще қолданбаймын. Болашақта сондықтан маған керек жоқ. Менде өзімде WeChat ашылған аккаунт бар, соны қолданып аламын.
мынау телефон нөмірмен ашылған аккаунты жүйтсе. Енді мына екінші картаны да отвязка жасап тастайық. Түсініңіз ғой, қайсысын басу керек екенін. Отвязка деп басамыз. И мынаны басамыз. И мынасын да басамыз. И төлем паролін енгіземіз. Төлем паролін ұмытпасаңыздар, жаңағы вичаттан ашылған болса, қалпына келтірсеңіздер болады. Отвязка болды. И болды, жойылып кетті, көрдіңіздер. Карталар жойылды. Енді артқа қайтамыз. Енді қараңыздар, карта кірген кезде мына жерде виза деп көрдіңіздер, мына жерде. Бұл тұра береді осылай. Енді сіз тағы осы картаны қайтадан қолданғым келеді, енді бір жағдайға байланысты өшіргім келмейді, қайтадан қолданғым келеді десеңіздер, мынаны басып қайтадан жаңа төлем паролін енгізіп, қайтадан жаңа картаны енгізсеңіздер болады, қалпына келтірсеңіздер болады. Бірақ бұл жерде басқа картаны енгізе алмайсыз. Ана картаны кетіріп тастаңыз ғой, кетіріп тастағаннан кейін енгізуге болады, тек қана сіздің картаңызда аты жөніңіз бірдей жазған болу керек. Мысалы, Каспий картаңызда, халық картасында да екеуі аты жөніңіз қалай жазылып тұр, екеуі бірдей, идентичный болу керек. Екеуі бірдей жазылса ғана сіз екінші картаны тіркей аласыз мына жерге. Ал енді бірдей болмаса, оны тіркей алмайсыз. Мына жерге картаның нөмірін жазып, ары қарай жаңағы картаны қалпына келтірсеңіздер болады. Маған қазір керек жоқ, сондықтан қалпына келтірмеймін. Енді маған осы аккаунтты өшіріп тастау керек. Өшіріп тастау керек маған. Толықтай аннулировать етіп тастау керек та. Оның үшін маған мына кнопка керек. Тек поддержка деймін, көрдіңіздер ме? Осыған кіреміз. Кірген кезде астында тек поддержканың белгісі тұрады. Осыны басамыз. Мен жаңағыдай өзім жаздым бұларға. Аннулировать еткім келеді деп. Көрдіңіздер ме? Мына жерде амандасып, не қалайсың деді. Қандай сұрақпен хабарласу үшін деді. Мен айттым, маған аккаунтты удалить ету керек дедім. Өйткені мына жерде жарайды, жақсы, удалить етіп беремін. Точно удалить етуді қалайсың ба деп сұрап жатыр мына жерде менен. Маған да или нет деп сұрап тұрды бұл жерде. Енді мен мынаны басамын. Нет деген сөз, мынау да деген сөз. Мынаны басамын. Не күте тұрамыз. Енді маған мынандай сұрап тұрды, не үшін аккаунтты аннулировать еткім келіп тұр деп сұрап тұрды. Маған мынау тиімді да. Маған енді телефон нөмірді ғана отвязка жасағым келіп тұр ғой. Мына жерде жазылып тұр, телефон нөмірді отвязка жасау деп. Мына жерде вичатта отвязка жасау деп тұр. Мына жерде жаңағы ұнаған, ұнамаған, пинет ұнамай қалды ма, басқа причина бар ма деп. Мына жерде другие деп жазылып тұр да. Мына жерде маған керегі енді мына телефон нөмірі ғана ғой мен қазір. Отвязка жасау керек болып тұрған. Телефон нөмірі отвязка жасасам, мен басқа аттан сол телефон нөмірге пинет ашып, жаңадан картаны енгізе аламын да, басқа картаны. Әйелімнің картасын енгізе аламын соған. Соның үшін. Енді мен осыны басамын. Енді сіздер өздеріңіз көресіздер, енді сіздер өздеріңіз толықтай аннулировать еткіңіз келсе, онда басқа причина таңдасаңыздар болады. А маған қазір тек қана нөмірді ғана отвязка жасау керек тұр. И осыны басамын. И маған осындай хат келеді. Мына жерде енді жазып тұр, точно қалайсыз ба аннулировать етуге деп. Мынаның ішіндегі бұрын тапсырыс берген историяларыңыз, жаңағы тапсырыс берген тауарларыңыздың историялары, тапсырыс берген тауарларыңыз барлығы жойылып кетеді деп тұр мына жерде. Яғни бұрында тапсырыс берген не істеген болсаңыз, сол историяның бәрі полностью жаңағы жойылып кетеді. Оны қалпына келтіре алмайсыз деп тұр да бұл жерде. Енді маған енді қазір иә деп басуым керек. Мынаны басамыз. И болды. Мынандай жазулар келіп жатыр да, көрдіңіз ба? Қазір көрейік. Енді бізге осындай жазулар жіберді. Мына жерде айтып тұр, егер қалпына келтіргіңіз келіп қалса аккаунт, қалпына келтірсеңіз болады деп тұр. Мынаны басып қалпына келтіре аласыз дейді. Енді астында жазып жатыр мына жерде. 7 күннің ішінде осы аккаунт қаралады. 7 күннен кейін автомат түрде аннулировать болады, яғни автомат түрде өшіріледі аккаунт деп тұр. Сосын енді мына жерде ескертіп жатыр, егер сізде осы 7 күннің ішінде жаңағы ештеңе істемеуіңіз керек деп айтып жатыр бұл жерде. Жаңағы ешқандай зат сатып алмау керек, ешқандай жаңағы купондар қолданбау керек, сондай ешқандай операция жасамау керек деп тұр. Ондай жасалатын болса, сосын аккаунтыңыз жаңағы удалить етілмей қалуы мүмкін, не болмаса жасаған жаңағы операцияңыз босқа ақшаңыз кетіп қалуы мүмкін деп тұр да. Сондықтан енді 7 күн күтеміз, 7 күннен кейін аккаунт өшірілетін болады. Яғни мына осы нөмірмен ашылған аккаунт өшірілетін болады. Сосын осы нөмірмен қайтадан пиндоға кіріп, осы нөмірмен тіркеліп, жаңағы карталарды жаңадан енгізуге болады. Яғни жаңағы төлем паролін енгізіп, қайтадан местоположение енгізіп, қайтадан жаңағы ары қарай қолдансаңыз болады. Сосын көпшілік жаңағы айтып отыр, карта екінші картам тіркелмей жатыр деп. Енді екінші карта тек жаңа айтқандай тек өзіңіздің атыңызға ашылған болса, бұрында тіркелген картаңыз өзіңіздің атыңызға тіркелген болып, екінші тіркелген деп жатқан картаңыз өзіңіздің атыңызға ашылған болып, аты жөндеріңіз бірдей болып жазылған болса картада,
сол кезде ғана екінші карта тіркелуі мүмкін. Бірақ ол кезде де кейбіреулерде тіркелмей жатады. Егер сондай проблема болса, осы шешу жолы, яғни толықтай өшіріп тастап Windows сайтын, осы аннулить етіп, сосын барып сол телефон нөмірге қайтадан сол тіркейін деп жатқан картаңызды тіркесеңіз болады. Ал былайша мен білетін басқа жолы жоқ болып тұр қазір. Егер сіздер де білетін болсаңыздар, комментарий жаза келіңіздер, адамдар оны біліп алсын. Солай енді қорыта айтқанда, бірінші телефонды өшіріп тастамас бұрын, жаңағы аннулить етпестен бұрын карталарыңыз бар антивирус кіре саласыздар жаңағыдай. Содан кейін барып телефон нөмірді аннулить ету үшін заявка тастайсыздар. Осы 7 күн қаралады, 7 күн ішінде аннулить болатын болады, яғни өшірілетін болады сайттан. Сосын ары қарай уже басқа осы телефонмен басқа қайтадан тіркеліп, қайтадан жаңағы тіркелмей жатқан картаңызды қайтадан тіркеп, төлем паролін орнатып, ары қарай қолдана берсеңіз болады. Солай достар, видео ұнаған болса лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, WhatsApp группа, Telegram группаға таратыңыздар. Пиндодоны қолданып жүрген адамдар бәрі біліп алсын осы нелерді, пайдалы ақпараттарды. Сұрақтар туындап жатса комментарий жазып кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.